Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше пештің көмегінсіз дайындалатын желатинді торттың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып маған қолдау білдіреміз. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай торттардың бірі. Ең алдымен желатинімізге салқын суымызды құямыз және осылай қасықтың көмегімен жақсылап араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Келесі кезекте бізге осындай печенье қажет болады. Қара және ақ печеньелер. Үйде желінбей қалған печеньелерді осы тортқа қоссаңыздар болады. Ақ печеньенің құр өзін қоссаңыздар да болады. Әдемілік үшін қара печеньені мен қостым. Қара печеньені осылай бөліп аламыз қолымыздың көмегімен. Келесі кезекте осындай кез келген печеньелерді қолымыздың көмегімен бөліп аламыз. Өте оңай рецепттердің бірі, сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Және өте дәмді, нәзік торт. Біз печеньелерімізді бөліп болдық. Келесі кезекте біз бананымызды жұқа етіп пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Бізге 2 банан қажет болады. Осылай бананымызды бөліп шығамыз. Үй жағдайында жасасаңыздар өте тез дайындалатын торттардың бірі. Міне біз бананымызды кесіп болдық. Бананымыз дайын. Келесі кезекте сұйық массамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге қаймақ және сгущенка керек. Барлық заттардың өлшемі видеоның астында описаниеде жазылып тұр. Осы өлшемдер бойынша жасасаңыздар өте дәмді желатинді торт пайда болады. Қаймағымызды салдық, оның үстінен сгущенкамызды саламыз. Және венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бір қалыпқа келгенше жақсылап араластырамыз. Және оның үстінен желатинімізді салып шығамыз. Осылай желатинімізді саламыз. Және венчиктің көмегімен тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Бізде сұйық массамыз дайын болды. Келесі кезекте мендегі форма 20 сантиметрлік форма. Ақ және қара печеньелерімізді бөліп шыққан дайындаймыз. Осылай печеньелерімізді саламыз формаға. Араластырып ақ және қара печеньелерді. Оның үстінен бананымызды саламыз туралған. Осылай жақсылап салып шығамыз. Пешті қажет етпейді. Өте оңай. 10 минутта дайындалатын торттардың бірі. Асығыс кезде осы тортты жасасаңыздар болады. Бананымызды салып болғаннан кейін жаңағы дайындаған сұйық массамызды осылай құйып шығамыз. Осылай 3 рет қайталап, бөліп, үстінен тағы ақ печенье, қара печенье және бананымызды саламыз. Оның үстінен тағы да сұйық массамызды құйып шығатын боламыз. Қарап отырсаңыздар өте оңай. Кез келген жастағы балалар болсын, кез келген жастағы
адамдар жасай алады. Осылай бірнеше рет қайталап шығамыз. Ақ печенье, қара печенье және бананды салып, сұйық массамызды тағы да құямыз. Бізде соңғы штрихтар болады қазір. Ең соңғы печеньелерімізді саламыз. Үйде печеньені балаларыңыз жемей осылай қалып кеткен кезде осы тортты жасасаңыздар болады. Менің жолдасыма, балаларыма өте қатты ұнады. Міне біз ең соңғы сұйық массамызды құйып жатырмыз. Осылай барлық жеріне жететіндей және печеньелердің беті жауылып тұратындай етіп массамызды құйып аламыз. Осылай соңына келген кезде силикон таяқшамыздың көмегімен бетін осылай тегістеп шығамыз. Және морозильникке 1 сағатқа, 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Біздің тортымыз дайын. Морозильникке 1-1,5 сағатқа саламыз. Біздің тортымыз дайын болды. Қарап отырсаңыздар өте керемет болып шықты. Осылай қойсаңыздар да болады дастарханға. Мен үстінен әдемілік үшін осылай какао септім. Оформлениясы өздеріңіздің қалауларыңызша болады. Бетіне шоколад немесе мен сияқты осылай какао сепсеңіздер де болады. Міне біздің желатинді бананды тортымыз дайын болды. Пешті қажет етпейтін өте оңай торттардың бірі. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Енді сіздерге ортасын кесіп көрсететін боламын. Өте ерекше. Қараңыздаршы, кесілген кезде де ровно болып кесіліп жатыр. Өте нәзік, ерекше торттардың бірі. Өте керемет, ортасын қараңыздаршы. Дәмі де өте керемет болып шықты. Сіздер жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.